Бауыр адам бойындағы ең үлкен ішкі ағза. Алдымен қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіз. 1000 подписчик жетуге көмектесіңіз. Бауыр ол ағзаны сүзгіштік қасиетінің арқасында токсиндерден тазалап жұмысын жақсартады. Сол себепті де бауырдың жұмысы бүкіл ағзаның жұмысына, адамның көңіл-күйіне айтарлықтай әсер етеді. Егер бауыр нашар жұмыс істейтін болса, бізде созылмалы әлсіздік, шаршау, ас қорыту жүйесінің бұзылуы сынды аурулар пайда болады. Сондықтан да осындай ең маңызды мүшені таңертеңнен бастап күткен дұрыс. Ол үшін бауырға пайдалы ауырлық түсірмейтін тағамдарды тұтыну керек. Әсіресе таңғы астың дұрыс тамақтан басталғаны абзалырақ. Кофе. Норвегиялық ғалымдардың кофе сүйгіштердің бауыр ауруларынан зардап шекпейтінін анықтаған. Бірақ та қара кофе емес, сүт қосылған кофе ішкен дұрыс. Әсіресе бауыр аурулары анықталған жандарға кофені сүтпен ішу керек. Сарымсақ. Аш қарынға жеген бір түйір сарымсақ иммунитетті нығайтып қана қоймай, бауыр жұмысында жақсартады екен. Сарымсақ бауырдың ағзасын токсиндерді шығарып тастауына көмектеседі. Бұдан бөлек бауырды қабынудан қорғап, зат алмасу процестерін жүйелейді. Сарымсақтың жағымсыз иісі ұнамайтын болса, оны бүтіндей жұтып жіберуге болады. Осылайша сіз өз ағзаңызға пайдалы нәрсе жасайсыз. Сұлы ботқасы. Сұлы ботқасы бауырға өте қажетті әрі токсиндерден тазалайтын амин қышқылдарына бай. Оның үстіне сұлы қандағы қант мөлшерін ретке келтіріп, ағзаны ақуыздардан бауырға пайдалы заттармен қанықтырады. Мамандар сұлы ботқасына сары май емес, зәйтүн майын қосқан дұрыс дейді. Себебі зәйтүн майы бауырдың қан айналымын жақсартып, тіндерін жаңартады. Жұмыртқа. Тауық және бөдене жұмыртқалары көптеген ағзаларға қатерлі ісіктің пайда болуын болдырмайды. Олардың құрамында токсиндерді шығаратын заттар бар. Міне осы заттардың көмегімен жасушалар жаңарып, зат алмасудың бұзылуына жол бермейді. Әрине, бұл ретте қуырылған жұмыртқа емес, қайнатылған немесе омлет түрінде пайдаланған жұмыртқа жеген дұрыс. Қызыл түсті грейпфрут ең керемет таңғы ас болары сөзсіз. Грейпфрут құрамындағы майлы қышқылдар бауырды токсиндерден тазалап, қабынған жасушаларды қалыпқа келтіреді. Авокадо. Авокадо бұл жеміс ағзадан зиянды холестеринді айдайды. Тағы бір пайдалы жағы, авокадо бауырға өте пайдалы глютатион затына бай. Аталмыш зат бауырды токсиндерден тазалап, жұмысын жеңілдетуге көмектеседі. Бал. Бір стакан жылы суға бір ас қасық бал салып ішсеңіз, ас қорытуды жақсартып қана қоймайсыз, сонымен бірге бауыр жұмысы да жақсарады. Ертеден балды бауырды тазалау мақсатында жұмысын қалыпқа келтіру үшін пайдаланған екен. Бұдан бөлек бал өт айдайтын, қабынуды басатын қасиеттерге ие. Созылмалы гепатит, холецистит кезінде ашқарынға бал қосылған су ішу өте пайдалы. Бауырдың жұмысын жақсартқыңыз келсе, жоғарыдағы аталған тағамдардың бірін таңертеңгілік асқа дайындауды әдетке айналдырыңыз. Егер бауыр жұмысы реттелсе, басқа ағзаларда жақсы жұмыс істейтін болады. Бұл тағамдар тек бауырға жағымды әсер етіп қана қоймай, артық майдан арылуға, семіздікті жоюға айтарлықтай көмектеседі. Сол себепті де арықтауды мақсат етіп жүрген болсаңыз, біздің кеңестерімізге құлақ асқаныңыз абзал. Менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сау болыңыздар.